Bir топ көп балалы ана біздің арнамысымызға тиді деп мемлекеттік қызметшіге шағым түсірді. Бұл жолы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Гүлмира Рахметованың әрекеті әдеп кеңесінде қаралды. Бұл 11 мамыр күні түсірілген көрініс. Облыстық әкімшіліктің алдына бір топ көп балалы ана жиналып дау шығарған. 11 мамыр күні Ашықбаева арызданушы неге барады? Бөлімге барады, Сабизге. Барған кезде ол жерде охранник айтады, кім жұмыста жоқ, Рахметова дейді. Сосын бұл кісілер бірден сол жерде неге жоқ дейді, осы жерге келеді. Облыстық акиматтың осы несіне келген кезде сол жерде уже күзеттің нелері кіргізбейді. Видеода Рахметова келеді да машинадан түсіп келіп, қолында блокноты бар, не болды дейді. Ашықбаева тұрады, арызданушы, жаңа сіздер көрдіңіздер, сөзіңе жауап бер деп атқан. Ашықбаева да уже не басталып, уже кімнің Рахметованың арнамыздан дейтін сөздер айта бастайды. Түсініктеме алу барысында қосымша Ашықбаева мойындайды. Кеңес отырысына көп балалы аналар да шақыртылды. Мән-жайды өз ауыздарынан естіді. Мен арнамысыма тиді. Сосын мен ашқан сөзіңізге жауап бересіз ба деп қашты, анапайды қудалап қашты. Неге қашады ол? Халықтан жауап берсін. Мен арақ ішсем, менде құрдасым бар, менде қатарым бар, менде қаңғыруыма тиесілімін. Негізі осы оқиғадан кейін қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Гүлмира Рахметова бұл кісілерге қатысты полиция қызметкерлеріне шағым түсірген. Мен ешқандай артық әңгіме айтқан жоқпын. Өздерің шығарып отқан бәйтеректің әйелдері анау деген әңгіме айтылған жоқ. Бұл кісі 2019 жылдан бастап талай құқық органы азаматтармен де қырылысып, есігімді ұрып, төбелесіп, талай осы кісілердің жаңағы есігімді сындырған, столымды сындырған несен бәрі болды. Үнемі топтасып келеді. Бұл ұйымдастырушы азаматша. Құдайға шүкір үйлі болдыңыздар. Енді көп бермесе алдап, 50 мыңдап беріп атқан шығар, 20 мыңдап беріп атқан шығар. Оны да беріп атқан осы өзің халқың, осы елің, осы азаматтар, осы қаланың әкімдігі. Соның арасында жүрген, айналасында жүрген жігіттер, Нұр Отан партиясы бар. Сіздерде бір жағы теріс жағын айта бермей, оң жағын айтуға да үйренгендеріңіз дұрыс болады шығар. Кеңес мүшелері қос тарапты тыңдап, нәтижесінде мемлекеттік қызметкердің тәртіптік ісі тоқтатылсын деген шешім қабылдады. Тажмұрат Әлжан, Талғат Әлмен, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.